100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыру мақсатында осыдан 5 жыл бұрын Қызылорда қаласын мамандандырған тергеу соты құрылған болатын. Сот саласында қолға алынған жаңашылдық халыққа тиімді қызмет көрсетіп, ел мен сот арасындағы байланысты нығайту болып табылады. Мамандандырған тергеу соттарын қолданысқа енгізудің астарында азаматтардың құқығы мен бостандығын мінсіз сақтау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет болып тұрды. Тергеу судьясы деген ұғым сот жүйесінде 2015 жылдан бастап енгізілген болатындығын, енді осыны нақтылау мақсатында 2018 жылы президентіміздің жарлығына сәйкес Қызылорда қаласы мамандандырылған тергеу соты құрылған болатын. Тергеу сотының құрылу алғашқы мақсаты сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында қатысатын тұлғалардың заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау. Енді 5 жылдық мерзімге тоқталатын болсақ, сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде тергеушінің немесе прокурордың әрекетсіздігіне дау айтқан тұлғалар шағыммен сотқа жүгінеді. Соның 60%-ге жуық шағымдары тергеу сотымен қанағаттандырылып отыр. Негізінен тергеу соты сотқа дейінгі істер бойынша іс жүргізу материалдарын қарайды, яғни қылмыстық қудалау органының сотқа дейінгі іс жүргізу барысындағы процестік әрекеттеріне рұқсат береді. Тергеу судьясы сотқа дейінгі тергеп тексеру басталғаннан бастап іс жүргізу барысында Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 55-56 баптарында көзделген өкілеттіліктерді жүзеге асырады. Тергеу судьясы күзетпен ұстауды санкциялау, қамақты санкциялау, уақытша лауазымды шектеу, мүлікке тыйым салу санкциялау, жақындауға тыйым салу санкциялау, экстрадициялау, халықаралық іздеу сынды өтініш хаттарды. Сонымен қатар қылмыстық процестік кодексінің 106 бабына сәйкес анықтаушының, тергеушінің, прокурордың әрекетісіне жасалған шағымдарды да қарайды, және де оны 3 тәулік ішінде жеке дара қарайды, 10 тәулік ішінде қажет болған жағдайда істің күрделілігіне байланысты тағайындап қарайды. Алдын ала сот тергеуіне дейінгі әрекеттердің тергеу судьясының бақылауында болуы тергеу әрекетіне заң бұзушылықтарының жолын кеседі. Тергеу соты қорғаушы мен айыптаушы арасындағы теңгерімді сақтайтындықтан, қарапайым азаматтардың өздерін қорғаудағы мүмкіндігі кеңейе түсіп, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына кепіл болады деп сеніммен айта аламыз.